Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелі Хадиша анамыз қандай керемет, дұрыс па? Хадиша анамыз тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген әйел кісі. Себебі не? Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әрқашан жәрдемшісі болған. Ең ұлы тұлға пайғамбарымыздың бұл Хадиша анамыз болған. Меккеге барғандар білет, умраға барғандар білет. 37 жасынан бастап пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Нұр тауының төбесіне шығып кететін болған. 37 жасынан бастап 2,5 жыл шыққан. Нұр тауы Меккеден 7 километрдей. Қазір 9 километрден жолмен бет-бет барсаң, соның төбесінде Хира үңгірінде отыратын болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Неше жыл? 2,5 жыл. Қашан пайғамбарлық міндет жүктелгенге дейін. Сол кезде Хадиша анамыз күніне 2 мәрте пайғамбарға тамақ таситын болған. Қараңыздар. Күніне не то что 2 мәрте, бір рет умраға барғанда 10 күнде 2 рет шықпайды ешкім. Бір рет шығасың, или шығып барады жарты жолдан қайтасың. 650 метр биіктікте орналасқан. Көрдіңіз ба? Сонда Хадиша анамыз бар ғой. Мұхаммед 2,5 жыл болды ғой, ерікпей отыршы үйде. Адамға қайта-қайта күн ыстықта тамақтасып, Меккенің ыстығын білесіздер ме қандай екен? 55 градусқа дейін барады. Бір құтырасын да отырасын, таудың басына шығып алып, үйге келіп жешеш тамағыңды деп бірде-бір айтпаған Хадиша анамыз. Күйеуім аш қалып қоймасын деп қайта-қайта не істейтін болған, тамақтасып тұратын. Бала шағасы болуға апарып бер десе болады ғой. Жоқ, өзім апарамын дейді. Көрдіңіз ба? Мені өзім ақ бір рет мінгенмін ғой, мысалы жаңа тауға бар ғой. 2-ші рет шығуға не болмай қалды? Молда ақша төлесе де ойланам, онда да шығам ба, шықпайым ба. Мысалға да бір ағамыз шығып бара жатқан ғой. Қажыларды енді біз көбінесе қажынелерді апарамыз ғой. Бір ағам бар Шымкентте. Сол шығып бара жатқан кезде шаршаған ғой, действительно шаршайсың. Лисица деген тік былайынан. Нұр тауының ерекшелігі былай тік орналасқанда аспанға. Сол шығып бара жатқан кезде жарты жолдан шаршаған ғой. Қажекелі сендер барып қайта беріңдер, шамал қалды. Мен осы жерде күтем, біттім деген ғой уже. Соның қажекелендер кеткен, жоғарыға қарай. Бір түрік ағайындар келіп жатыр, кардаш деп. Не істеп отырсың? Қазақстан деген ғой. Не шықпайсың десе, аяқ деп айтады, шаршап қалды. Сонда жаңа түрік ағайындар айтты дейді ғой. Пайғамбарға деген махаббатың осы жерге дейін жетті ма деп айтты дейді. Вай дейді, ана сөзді естігеннен бар ғой, сол жерден аунап домалап кеткім келді дейді жерге. Өлсейші ананы естігенше, өлсейші деп айттым дейді ғой. Пыр етіп шықтым дейді, пыр етіп түстім дейді ғой жаңағы. Сол темппен дейді, Сауыр тауына кетіп қалдым дейді, 700 метр биіктіктен. Абу Бәкір мен пайғамбарымыздың тығылған тауы, мөшіриктерден. 700 метрге шықтым, жаяу пыр етіп қайтадан түстім дейді ғой. Бір күнде 2 тауға шығып кеткен жабырадан. Қараңыз, сол Хадиша анамыз бір күнде сол тауға 2 рет шығатын болған. Ләм, мим жоқ қой. Сол таудан жүгіріп келіп 2,5 жылдан кейін, ойбай, пайғамбарлық келген кезде мені орап таста деп үйге қарай жүгіріп келді ғой. Сонда Хадиша анамыз не деді? Мұхаммед, сен жынды болып қалған шығарсың деді ғой. 2,5 жыл таудың басында отырасың. Аяқ астынан жүгіріп келесің, ора деп. Сен миың ауышып қалған ба? Таудың басынан тұр, тұр. Жынды ма? Не істеп жатырсың ба? Деп Хадиша анамыз айтпаған дейді. Орап таста десе, жүгіріп барып орап тастаған дейді. Міне көрдіңіз ба? Лайық па жаннатқа? Әбден лайық. Деп айтып атсам, кеше бір апа айтады, қажы апа ғой. Нұрсұлтан, сен мен жаман ұялттың ғой дейді. Мен күйеуіме индрайвермен беріп жүрдім дейді, таксимен, тамақты. Күйеу охранада істейді екен да. Енді өзім жаяу апарам дейді. Күйеуімді аяп кеттім ғой жаман дейді. Я тоже хочу жаннат деп қояды ғой. Мінекей, Құдай тағала бекерден бекер жасырған жоқ. Әйелдің разылығы, күйеуінің разылығы да ғой, әйелдің разылығы, жаннаты күйеуінің разылығында. Бір жігіт телефонына, жолдас балдар, не өтірі бар ғой, енді приколчиктері бар, Құдай сақтасын. Жаннатым деп звондап атқан ғой телефонда, жаннатым деп тұр дейді да.
Соны қасындағы әйелің звондап жатыр, көтерсейші деп айтады дейді. Телефонда жәннатың деп жазылып тұрған ғой. Әйелің звондап жатыр, көтерсейші деп айтады дейді, жолдас боласыз. Сонда кімнің жәннаты болды сонда? Ол анасын сөйтіп жазып қойған ғой негізі. Біздің разылығымыз ата-анада ғой. Анау жәннатың дегенге әйел деп ойлап қойған ғой. Әйелдің разылығында жәннат бар деп. Көрдіңіздер ме? Олай емес, наоборот былай. Күйеудің разылығында әйелдікі. Осыны ұмытып қалмау, әркім өзінің өмірдегі міндетін ұмытпау керек. Көрдіңіздер ме? Сонда шаңырақ не болады? Шаңырақ шайқалмайды, берекетті болады. Ана Инстаграмдағы өмірдің артынан қуып ләйлаған адамдар болмайды ондай нәрселер. Осының барлығы үлкен бүлік, сынақ. Бұл иманның сынағы. Өзіңе берілген тағдырыңа, өзіңе берілген күйеуіңе разы болуың керексің. Сол кезде барлығы не болады? Гүл болады. Күйеуімен ренжісіп қалса, орамалын шешіп тастап намаз оқымайтын әйелдер бар дейді. Қабыл болсын күйеуіңе арнап оққан намаздарының барлығы. Кімге істеп келдің осы уақытқа дейін құлшылықты? Күйеуіңе істеп келдің бе сонда? Қаяққа құлшылық жасайтын ұмытып қалғансың ғой сонда сен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтіп жатқан күні Омар радиаллаху анху айтты. Кім пайғамбарды өлді деп айтады. Өзін өлтірем деп шауып тастаймын деп. Қылышын шығарып алған Омар. Қолында қылышы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұса пайғамбар сияқты Раббысымен тілдесуге кетті, 40 күннен кейін қайтадан келеді. Кім өлді? Айтшы, кім өлді деп айтады. Шауып тастаймын. Өзі 2 рет өмірде қылышын шығарған дейді. Біреу Меккеде, біреу Мәдинада дейді. Меккеде қылышын шығарып, исламды қабылдаған, Мәдинада қылышын шығарған себебі пайғамбарды өлтірем дегенде өлтірем дейді. Сөйтіп барлығын жайпап атқан кезде Абу Бәкір шықты пайғамбарымыздың бөлмесінен саллаллаху алейхи ва саллям. Ей Омар, болды қоя ғой деп айтты. Болды қоя. Ашуыңды бас. Өзі Омар бірақ адамға тоқтайды, сол Абу Бәкір ғана тоқтайды. Өйткені оған жете алмаған ешқашан. Ей Омар, тоқтат болды. Уа жамағат, кім Мұхаммедке сыйынған болса, Мұхаммед бүгін өлді дейді. Міне мен шықты жатырмын бөлмесінен. Алла елшісі өлді дейді. Кім Аллаға сыйынған болса, онда Алла мәңгі өлмейтін тірі дейді. Көрдіңіз ба? Кім күйеуі үшін құлшылық қылған болса, күйеуің саған жабысып қалған жоқ, ол өмірден өтуі мүмкін, ренжісіп қалуы мүмкін. Сонда құлшылығын тастап қоясың ба не? Немесе әйеліңе ренжіп, тастап қоясың ба құлшылығыңды? Жоқ. Кім Аллаға сыйынған болса, Алла мәңгі өлмейтін тірі. Сенен есеп қисап алатын Раббың Алла, адам емес. Осыны естен шығармау керек. Мен болып жатқан нәрсені айтып жатырмын. Қоғамда осындай нәрсе болып жатыр. Енді мен басында болып жатқан жоқ деп отқан шығар біреулер, бірақ айналада болып жатыр, әркімнің өмірі әртүрлі. Сондықтан сау кезіңде, дұрыс кезіңде жүрегіңді бір тексеріп қой, кімге құлшылық қылып жүргеніңді біліп ал. Шынымен мен Құдайға құлшылық қылып жүрмін бе, әлде біреуге разылық үшін құлшылық қылып жүрмін бе адамдардың? Қателеспеу керек. Міне адам жаңағы айтып жатырмын ғой, өмір әртүрлі, біреуге сынақ болып, біреуге бақ болып, біреу бір-біріне бұйырар. Оны тарихта Румайса деген әйел кісі болған. Румайса радиаллаху анха ансарлық әйел. Бұл кісі тарихтағы жалғыз әйел, ислам дінін мәһірлікке ұсынған әйел. Біліп алыңыздар. Румайса деген кісі күйеуі қайтыс болады. Анас ибн Малик деген сахабаның анасы. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін бұндай парасатты әйелден әркімнің дәмесі бар ғой енді. Анау келіп, мынау келіп қолын сұрауға, соның ішінде ең бірінші Абу Талха деген кісі келіп қолын сұрайды жаңағы әйелдің. Бірақ бұл Абу Талха мүшрик болады, Құдайға сенбейді. Үйінде бағанағы балықшы ұқсап талпа құдайы бар. Біреу тастан, біреу ағаштан, біреу құрмадан, біреу бірдеңеден, осындай түр-түрі бар Құдайдың. Сол келеді айтады, Румайса исламды қабылдап қойған. Пайғамбарымыз келмей тұрып Мәдинаға. Жаңағы кісі келіп, Румайса, солай да солай, Құдай бізді жұп қылып жаратты, ер қылды, әйел қылды. Сондықтан қолын сұрап кеп тұрмын деп айтады ғой. Сонда Румайса айтады, сен мүшриксің, яғни сен Құдайға Алланы жалғыз демейсің, а мен мұсылман әйелмін дейді.
Екеуміздің некеміз болмайды дейді бір-біріне. Енді мен не істеуім керек дейді. Мұсылман бол дейді. Ана ойлап қалады жаңа. Сразу үйіндегі құдайлар есіне түседі. Еще қымбат ақшаға сатып алған ғой құдайдың бәрін. Оңай дейсің ба тастау? Сен тошын сол дінге неғып тұрсың ба? Алтын күміске неғып тұрған жоқсың ба? Менде есі ішті алтын күміс көп дейді. Дінді жалау қылып отқан жоқсың ба сен десе? Жоқ, мен шын айтып отырмын дейді. Мен де сенің мықты еркек екеніңді білем. Құралайды көзге атқан ақын, батыр еркек екеніңді білем. Бірақ дейді, сенің дінің Құдайға серік қосатын дін дейді. Мұсылман болсаң болды дейді. Сонда ана ойланып отырады да, ойбай, қазір шығып кетсем басқа біреу келіп не қылып кетем екен дейді да, құрсын айырып қаларым, құдайларым қош бол дейді да, давай қалай не қылады дейді да, мұсылман болады дейді. Болды. Ғұсыл алып кел дейді. Ғұсыл алып келеді анау. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах. Мұсылман болады. Міне менің мәһәрім осы дейді. Болды. Көрдіңіздер ме? Тарихта сондай мәһәр жасаған ең ұлы әйел осы әйел. Сол мәһәрмен және мына әрекетімен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, мен Румайсаның аяғының дауысын жәннатта естіттім деп айтқан. Тәпішкесінің дауысын. Ол әлі өмір сүріп жатыр, бірақ алдын ала естіген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қалай десек, бұл кісі Абу Талхамен үйленгеннен кейін бір балалары болады бұлардың. Жаңа балалары сондай тәтті екен да, енді болады ғой, балалардың ішінде де бір тәттісі болады, ащысы бола ма не? Я деп қойды, ешқайсысы ащысы емес қой, енді біреуге ащы болып көрінуі мүмкін, өзіңе тәтті ғой бәрі. Қарға баласын аппағым дейді. Балаңдікі не прап болса да прап қылуға тырысасың. Мұғалімдікі не прап деп қойды. Сонымен жаңа балалар тәтті, енді бүйтіп неғып келе жатқан. Оның арасында пайғамбарымыз да бар, еркелетіп кетеді екен. Өйткені бір кішкентай құсы болған екен да, сол құсы өліп қалған ғой ана. Сол құсы өліп қалған, анау кәдімгідей жерлеп, құсты ше, кішкентай бала ғой, жылап соған ше кәдімгідей. Пайғамбарымыз келген сайын құсыңа не болды десе, құсын есін алып жылап қалады екен жаңа бала. Кішкентай бала ғой, 2-3 жасар бала. Енді өмір ғой, тағдыр ғой. Құдайдың қалауымен жаңа бала қайтыс болды дейді ғой. Күйеу сапарда бұл бала қайтыс болады. Сонымен ұзақ сапардан кейін күйеу келеді. Күйеу келгеннен кейін күйеу естиді бұның ауырып жатқан баласын. Күйеу келгеннен кейін бол деген боянып, саланып кәдімгідей. Күйеу сапардан келіп тұр ғой енді жаңа. Шамалы қарны ашып келіп тұр да. Былай да. Соны ана әйелін көріп жаңа несі оянып махаббаты. Енді боянып сұланып тұрғаннан кейін күшті ғой, әдемі. Күшті ғой дегенде өзің әйеліңді айтып жатырмын, басқа бірдің әйелін ба? Жаңағы сразу неге қарай алып кетеді ғой? Свеча жанып тұрған бөлмеге қарай ше. Тамақ шайын беріп неғып. Ана баланы сұратып үлгертпей жатыр ғой бұл ше. Балдар қайда деп сұратпай жатыр, анау құлап қалды күйеуі дейтін. Басқа әлемде жүр. Сонымен екеуі неғылады, сонымен неғылады. Енді сондай болған тарих қой, бұл айтайық енді, құрсын ол сөзде ұят жоқ. Ер мен әйел солай қылып жаратқан ғой Алла Тағала. Сол неғылғаннан кейін енді артынша әңгіме болады ғой енді. Сол артынша әңгімелесіп жатса, баласын сұрақ қалады ол күйеуі. Сонда жаңа Румайса айтты дейді. Баланы не істейсің? Айтпақшы күйеуім деп айтады дейді. Бір көрші бізге бір аманат беріп кетті дейді да. Сол аманатын біз жоқ қылып жіберсек, қиянат жасасақ, дұрыс бола ма дейді аманатына. Ойбай, дұрыс болмайды дейді жаңа. Точно айтып берсің ба дейді. Дұрыс емес, аманатын орнына қою керек деп айтады. Сонда жаңағы Румайса деген әйел айтты дейді ғой. Жұбайым дейді да, менің ішім қан жылап жатыр қазір дейді да. Бала өліп қалған ғой. Бірақ оны білдіртпейді да, боянып сұланып ана күйеуінің келе сала, ойбай, балаң өлді деп жанын шығарып жаңағы келген күйеуінің мазасын алмағанда, оның неге қарны ашып жатқанын бәрін біліп тұр ғой күйеуі. Дана әйел, жаңа әйел. Дана ғой сондай. Сол шаруасын бәрі біткеннен кейін Құдай да бізге аманат етіп берген нәрсесін алып кетті деп айтты дейді ғой. Не деген әйел анау. Құдай да бізге аманат еткен нәрсесін алып кетті деп айтты дейді.
Кімді алып кетті? Кешегі ауырып жатқан балаңды алып кетті дейді. Сен қатын деп анау деген ашуланып кетеді ғой, еркек қой енді. Айтпайсың ба келген бойда? Шаруаның бәрін бітіріп алып сен. Жаңа шығармашылық кеші басталды сақауын. Айқай шу, таң әлі таң атқан жоқ. Пайғамбарымыз салсам үйіне барады бірден. Қарасай, сақауалар рахат, бір жақсы жер. Пайғамбарымыз салсам үйіне барса, пайғамбарымыз есікті ашады дейді. Ол кісіде түнгі тақаш тоқ болып жатқан болса керек. Сонымен, Абу Талха не болды саған ашулысың? В общем, Алланың несі дейді, мына қатын деп қой, әңгіменің бәрін айтып береді ғой. Осылай болды дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз салсам күледі дейді ғой. Вообще жыны келеді ғой, күліп отқан емес. Сонда күліп отырып айтты дейді ғой. Бағанағы болған екеуіңнің түндеріңе Алла берекет берсін деп айтты дейді. Осылай болу керек болып берген. Бағанағы болған екеулердің түніне Алла берекет берсін деп айтты дейді. Сонда Алланың қалауымен сол түні Румайса жүкті болған екен. Жаңа Румайсаның баласы дүниеге келді дейді, сол баласынан 10 бала туылған дейді, 10-ы да қапыз болған, ғалым болған дейді. Жаңағы берекет дұғадан шыққан баладан 10 бала дүниеге келеді, 10-ы қапыз, ғалым болған. Көрдіңіз бе? Сөйтіп не істеген дейді? Осындай сыйлық болған дейді әке-шешесіне. Ана әйел дейді, егерде Румайса күйеуін басқаша күтіп алғанда дейді, бұл балалар ондай болмайтын дейді. Көрдіңіздер ме? Әйел адамға даналық осындай керек екен. Жігітке де не керек? Даналық керек. Ыж-бұж етіп еркек адамның да ашулана беру бұл жақсы емес. Әр нәрсеге байыппен, жаман сабырлықпен қарау керек. Аузына келген т деген сөзді айта берудің керегі жоқ. Кей өкініп отырып деп сүмірейіп келіп отырады алдыңа. Айтып қойыппын кеше ашуланып. Өйтіп сүмірейіп келесің ба, айтпа онда. Айттың ба, онда сүмірейме. Көрдіңіз ба? Міне осылай әйел кісі өзінің орнын, ер адам өзінің орнын білу керек. Қоғамда семьялар шайқалып кетіп жатыр. Сондықтан осындай нәрселерді айтуға тура келіп жатыр, бауырлар. Негізі айтатын нәрсе көп. Менің тақырыбым негізі бұл исламның тарихының ояқ қойғанда ғой. Енді амал жоқ, осындай нәрсені айтуға тура келіп жатыр кейбір жерлерде. Сондықтан дұрыс қабылдайсыздар деп ойлаймыз біз.